1 мамырда Өзбекстанның Сардоба су қоймасында апат болып, шекаралас Мақтарал ауданындағы бірнеше елді мекенді су басып қалғаны белгілі. Жеңіс, Өргебас, Жаңа Тұрмыс, Фердауси ауылдарынан 31 мың азамат қауіпсіз аймаққа шығарылған болатын. Қиын сәтте қызылордалық құтқарушылар да қол ұшын созуда. Қазір әріптесім Елжас Әбділда су басқан өңірлерде жүр. Ұялы телефонмен бізге ақпарат жолдаған екен. Біз қазір жедел жасақ қызметкерлер орналасқан маңда тұрмыз. Жаңа ғана Жеңіс, Өргебас ауылдарынан түсірілім жүргізіп қайттық. Көзбен көргеніміз судың деңгейі едәуір түскен. Ол үшін мамандар тәулік бойы күн түн демей еңбек етуде. Қазіргі қызметкерлердің басты міндеті ауылды басқан суды дер кезінде сорғыту. Ол үшін сыр өңірінен келген 45 маман үздіксіз қызмет етуде. Сондай-ақ тұрғындардың тұрмыстық заттарын шығарып беруге, елді мекендердегі ит құстың, малдың өлекселерін шығаруға атсалысып жатыр. Жалпы бұл жерде Қызылорда облысымен қатар Қарағанды, Жамбыл, Түркістан облыстарының да мамандары тәулік бойы еңбек етуде. Ауылдың суы сыртқа сорғытылып шығарылған десе де, ауыл маңдарын әлі де су көлемі көп. Сондықтан әлі де мамандардың жұмысы саябырсыған жоқ. Төтеннен келген топан орнында шөккен үйлер, абдыраған халық. Дәтке қуат боларлығы апаттан адам шығыны болған жоқ. Десе де қара шаңырағын көз алдында суға кетсе, көңіліңде де тасқын шайып өтері белгілі. Сондықтан тұтас ел болып, мақтаралдықтарға көмек көрсетуде. Қызылордалықтардың материалдықта, руханida яки қол күшімен көрсеткен көмегіне оңтүстік жұрты дән риза. Жанымызда тұрған Қызылорданың МЧСі, Алла разы болсын. 5 майдан бері жүріп жатыр, осы жерде жәрдем беріп жатыр. Батып кеткен 3 көлігіміз бар еді, автокөлік. Осы жігіттерге айтып рахмет, сол көлігіміз шығарып жатыр. Қанша адам көшіп жатыр осы ауылдан. Оны да шығарып жәрдем беріп жатыр. Жалпы құтқару қызметіне әр өңірден келген 200-ден астам қызметкер тартылған. Құтқарушылардың басты міндеті ауылды басқан суды сорғытып, тұрғындарға қол ұшын созу. Сондай-ақ елді мекенді мал мен түрлі ит құстың өлекселерінен тазартуда. Боржыған иістен демалып тұрудың өзі мұң, десе де тазарту міндет талап. Сыр бойынан барған жедел құтқару жасағы өрт сөндіру қызметінің мамандары осы үдеден шығып, уақытпен санаспай еңбек етуде. Келген кездегі жағдай су көп болды, барынша қазір Құдайға шүкір азайып келе жатыр. Ендігі қалған үйлердің арасындағы, аулаларындағы суларды сорып жатырмыз. Мотопомпаның көмегімен каналдарға айдайды. Біз соны үлкен каналдардан сыртқа шығарудамыз.